Сәлем баршаларыңызға, қалдарыңыз қалай, ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын. Оразаны бұзатын және бұзбайтын 70 амалдың бүгін 5-ші топтамасы. 41-ші сұрақ. Сәресіне тұра алмай қалған адамның жағдайы қалай болады? Жауап. Сәресіне тұру оразаның шарттарына кірмейді. Керісінше бұл сүннет амал. Тұра алмаған адам таңертең ниет етіп, ары қарай еш нәрсе жемей оразасын жалғастыра береді. 42-ші сұрақ. Сәресіне тұрмай, 5 уақытында ұйқыдан оянған адамның жағдайы қалай болады? Жауап. Егер түнде ұйықтар алдында ертеңгі оразаға ниет етіп жатқан болса, оянған соң еш нәрсе жемей жалғастыра береді. Ал егер түнде ниеттенбей 5 уақытында бірақ оянса, күннің басым бөлігінде оразаға ниет болмағандықтан, кейіннен осы күннің қазасын ғана өтеп береді. Дегенмен, сол күні Рамазанның құрметі үшін еш нәрсе ішіп жемеуге тиіс. 43-ші сұрақ. 29 күн бойы комада жатқан адам Рамазанның соңғы күнінде оянса не істейді? Жауап. Егер бұл адам комадан 5 уақыты кіруіне шамамен 1 сағат қалған кезде оянса, және шамасы жетсе сол күнге ниет етіп оразасын ұстай береді. Рамазан айы біткен соң қалған 29 күннің қазасын өтейді. Себебі ол Рамазан айының кіргендігін біліп тұр, ал кім Рамазан айының кіргендігін көрсе, тіпті 1 сәт болсын, толық 1 айдан қазасын өтеуі міндет болады. 44-ші сұрақ. Аузы берік адам ұйқыдан жүніп болып оянса, не болады? Жауап. Бұл жағдайда шәует еріксіз шыққандығы себепті ораза бұзылмайды. 45-ші сұрақ. Кімдер фидия бере алады? Жауап. Ораза ұстауға мүлдем шамасы келмейтін қарт кісілер және сырқаттығы өлімге дейін жалғасатын адамдар Рамазан айының әр күні үшін фидия береді. Яғни бір адамға 30 күн бойы 2 мезгілден тамақ береді. 46-шы сұрақ. Аузы берік адам сол күні есінен танып қалса, қаза өтейді ме? Жауап. Рамазан кезінде талып қалған адам сол күннің қазасын өтемейді. Одан кейінгі күндердің қазасын өтейді. Өйткені талып қалудан алдын оразаны соңына дейін жеткізу ниеті бар еді. Талып қалу ісі ниетті бұза алмайды. Ал қалған күндерді өтеуге келсек, біз жоғарыда оразаны парыз болуы, Рамазан айын көруі және оның қайталануы деген едік. Бұл адам талып қалудан алдын Рамазан айына куә болғандықтан қалған күндердің қазасын өтейді. Әрі, талып қалу ұзақтығы әдетте ұзаққа созылмайды. Қаза оразаны өтеуде қиындықтың болмауы да қазаны өтеуге себеп болады. Хайыздан тазарған әйелге оразаның қазасын өтеу міндет болғаны тәрізді. 47-ші сұрақ. Қателесіп аузын ашып жіберген адам кафарат өтейді ме? Жауап. Бұл жағдайда тек сол күннің қазасын өтейді. 48-ші сұрақ. Аузы берік адам денесіне күннен қорғайтын крем жағуына болады ма? Жауап. Тері ішке қарай өткізуші табиғи жолға жатпағандықтан, терінің астынан салынған екпе мен кремдер оразаны бұзбайды. 49-шы сұрақ. Рамазанда тіс жұлдыруға болады ма? Жауап. Тіс жұлу барысында қанның тамаққа қарай өту қаупі жоғары болғандықтан, бұл істі Рамазаннан кейінге қалдырған жөн. Егер жұлу барысында қан түкіріктен басым болып, тамаққа қарай өтсе, сол күннің қазасын өтейді. 50-ші сұрақ. Қақырықты жұту оразаны бұзады ма? Жауап. Қақырық сырттан емес, ауыз қуысынан пайда болатындығы себепті оразаны бұзбайды. 51-ші сұрақ. Аузы берік адам хиджама жасатуына болады ма? Жауап. Денеден қан алу оразаны бұзбайды. 52-ші сұрақ. Аузы берік әйел күндіз толғағы келсе, не істейді? Жауап. Бұл жағдайда аузын ашып, нифастан тазарған соң қазасын өтейді. 51-ші сұрақ. Егер адам ораза ұстап жүріп, қатты аштық себепті өліп кетуден қорықса, аузын ашуға болады ма? Жауап. Егер аштық оны өлтіріп жіберетіндей болса, аузын ашса болады. Бұл адамның жағдайы ораза ұстаса, ауруы асқынып, оны өлтіріп жіберетін адамның жағдайы сияқты болады. 52-ші сұрақ. Ертең ораза ұстамаймын деп ниет етуге болады ма? Жауап. Жоқ, бұлай ниет етуге болмайды.
Себебі ораза әрбір мұсылман балиғатқа жеткен ақыл есі дұрыс, хайыз нифастан таза, тұрғылықты адамға парыз. Осылай ниет етіп, ауыз бекітпеген адам күнә арқалайды. Сондай-ақ сол күннің қазасын өтейді. Кафарат міндет емес. Өйткені кафарат ауыз бекіткен соң оны әдейі бұзған адамға міндет болады. 53-ші сұрақ. Жолаушы адам сапар кезінде қайтыс болса, ұстамаған күндері мойнына қарыз болып кетеді ме? Жауап. Науқас адам ауру күйінде немесе жолаушы адам сапар кезінде қайтыс болса, қазалары өтелмейді. Өйткені оразаның қазасын өтейтін уақытқа жете алған жоқ. Оразаның қазасын өтеу үшін жолаушы сапардан келуі, науқастың сырқаттан айығуы шарт. Алла тағала Құранда бұл жайлы: сонда сендерден кім ауру немесе жолаушы болса, басқа күндерде төлер деген. 54-ші сұрақ. Жолаушы сапардан келген соң қаза оразасын өтемей қайтыс болса, ұстамаған күндері мойнына қарыз болады ма? Жауап. Егер науқас сырқатынан айыққан соң немесе жолаушы сапардан қайтқаннан кейін дүниеден өтсе, науқастың дені сау болып жүрген күні және жолаушының тұрғылықты болып жүрген күні есепке алынып, қаза міндет болады. Мысалы, бір адам Рамазанның соңғы 10 күнінде сапарға шығып кетті делік. Шәуәл айының алғашқы күні сапардан оралып, 4-ші күні дүниеден өтіп кетсе, бұл адамға 3 күннің қазасын өтеу тиіс болады. Осы тұста адам дүниеден өтіп кетсе, қазасы қалай өтеледі деген сұрақ туындайды. Қазасын өтейді дегеніміз, әлгі адам сапардан келген соң қазасын өтемей жүрсе, мирасқорларына дүниеден өтіп кетсем, ұстамаған күндеріме фидия өтеңдер деп өсиет етуі уәжіп. Егер өсиет еткен болса, мирасқорлары мәйіттің мал-мүлкінің 1-3 күннің әр күніне фидия өтейді. Өсиет етпеген жағдайда мирасқорларына фидия өтеуі міндет емес. Себебі мәйіттің бұл жағдайда өсиет етуі шарт. Мирасқорлары өздерінің жанынан садақа ретінде өтесе рұқсат. Фидияның мөлшері бидайдан әр күнге жарты сағат. Осылардың құнын берсе де жайыз. 55-ші сұрақ. Рамазанның қазасы қалай өтеледі? Жауап. Рамазанның қазасын өтейтін адам қаласа бөліп өтейді. Егер қаласы арасын үзбей өтесе де болады. 56-шы сұрақ. Дүниеден өткен адамның атынан фидия бермей ораза ұстауға болады ма? Жауап. Мәзхабымызда бұл мәселеге екі түрлі көзқарас бар. Біріншісі ораза ұстауға болмайды делінсе, екіншісі болады делінген. Алайда ең қуатты көзқарасқа сүйенсек, дүниеден өткен адамның артынан ораза ұстауға, намаз оқуға тыйым салынған. Тек фидия ғана беріледі. Дей тұрғанмен, ораза ұстап соның сауабын яки нәпіл намазының сауабын бағыштаса рұқсат. 57-ші сұрақ. Нәпіл оразаны бұзса, қаза өтейді ме, әлде кафарат па? Жауап. Кімде-кім нәпіл ораза ұстап, оны бұзса, немесе нәпіл намазын соңына дейін аяқтамай бұзса, қазасын өтейді. Өйткені нәпіл құлшылықтарды адам бастауымен өзіне міндет болмаған амалды міндеттеп алды. Сондықтан оның қазасы өтелуі тиіс. Ғұламаларымыз бұл мәселеге мына аятты басты дәлелге алған. Алла тағала Құранда амалдарыңды бұзбаңдар деген. Бұл жағдай оразаны бұзу үзірмен болсын, үзірсіз болсын, қазасын өтеуді уәжіп етеді. Мысалы, қонаққа барған адам аузын ашуына рұқсат. Дәл сол секілді үйіне қонақ келген адамда бұл екі жағдайда қазасы өтеледі. Ал егер Рамазан оразасында үйіне қонақ келсе, немесе ораза ұстамайтын адамның үйіне зиярат етуге барса, аузын ашуға болмайды. Ашқан жағдайда сол күннің қазасын және 60 күн кафарат өтейді. Себебі қонақ күтіп оны сыйлау сүннет, ал Рамазан оразасы парыз. 58-ші сұрақ. Жолаушы адам күн батудан алдын үйіне оралған жағдайда не істейді? Жауап. Шариғи күндіздің жартысынан алдын жолаушы адам сапардан қайтса, немесе хайыз көрген әйел хайызынан тазарса, сол күні өздерін ішіп жеуден тыяды.
Шафиғи мазһабында сол күні ішіп-жеуден тыйылу уәжіп емес, ал біздің мазһабта үкім тұрғысынан сол күннің құрметі үшін ішіп-жеуден тыйылу уәжіп. Уақыттың құрметі үшін хайыз кезінде ішіп-жеуден тыйылмау себебі өйткені әйел адам ораза кезінде хайыз немесе нифас болуы үзірге жатқандықтан ораза ұстаудан қайтарады. 59-шы сұрақ. Оразаға ниет етпей ішіп-жеген адамға кафарат міндет па? Жауап. Оразаға ниет етпей әдейі ішіп-жейтін болса, сол күннің қазасын ғана өтейді. Тіпті шариғи күндіздің жартысынан алдын оянған адам ниет етіп, оразасын ұстауға болатынын біле тұра, әдейі ішіп-жесе де тек қазасын өтейді. Өйткені кафарат тек оразаға ниет еткен соң, оны әдейі бұзған адамға міндет болады. Міне ораза ұстап жүрген жандар, бүгінде оразаны бұзатын және бұзбайтын 70 амалымыздың тағы бірнеше сұрақтарының жауабын алдыңыздар. Ұстап жүрген оразаларыңыз қабыл болсын. Алдағы уақытта жүкті әйел қалай ораза ұстайды? Қарт кісілер оразаны қалай ұстайды? Қаза оразаға ниет қай кезден басталады? Деген сынды тағы да бірнеше сұрақтардың жауабын алдыңғы видеоларда алатын боласыздар. Арнадан алыстамай келесі видеоларды өткізіп алмас үшін колокольчикті басып, комментарий жазып, каналды қолдауды ұмытпаңыздар. Ал достар, сіздермен болған Гүлжан Ержан қызы. Сау болыңыздар, аман болыңыздар. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.